Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Шиеліден тапсырыс келіп түсті. 2000 дана шуалшан. Ол тапсырысты жаңағыдай салып жіберу үшін бізге айырдың көмегі керек болады. Алғашқыда жаңағыдай осыны ашып, арасына шуалшандарды теріп алып санап шығамыз. Қанша керек? Мысалға 1, 2, 3, 4, 5 деп ерінбей не істейміз? 2000-ға толтырып берекесімен қосамыз және сосын осындай бір жәшікке, желательно осындай қағаз жәшік па, картонный жәшік болса, осындай жаққа саламыз және не істейміз? Мынандай көңді де қосып араластырып салып жібереміз. Мысалға шуалшандар орта белге ма келетін болса, біз көңмен араластырып, арасында көңді салып отырамыз. Басқа жердің көңін араластырып жүрмеңіздер. Осы жердің, осы борттан шыққан көңді араластырыңыздар. Себебі басқа көңнің кислотності, басқа да бір нелері болуы мүмкін, жағымсыз әсері. Сондықтан осы бортта не бар? Соны шуалшандарын санаймыз, көңін саламыз және ешқандай скотчтап не қылмаймыз. Төбесін осы жауып болған соң желательно тесіктерді қалдыру керек. Бұл шуалшандар ауамен демалады. Тесіктерін жасап, ақырын шоферға тапсыратын боламыз. Жаңағыдай шуалшан деп айтып, жаңағыдай как положено ескерту керек болады. 1998, 1999, 2000 шуалшан. Мінеке, Құдай қаласа 2000 шуалшанды жинап, осы қорапшаға салдым. Енді біз қалай салып жібереміз? Шиелі оншалықты алыс емес, сондықтан біз бұны осылай қазір жауып, төбел жағын осы тесіп ауа кіретіндей жасау керек. Жаңағыдай салафанмен қымтап неғып тастауға болмайды. Шуалшандар ауамен демалады. Ыңғайлы етіп, жалпы пакетке салса да болады, бірақ төбе жағы не істейді? Ашық тұру керек. Сосын күннің өте қатты, күн ыстық болатын болса, қауіпті. Багажға салатын болсақ, қызып кетіп, шуалшандар өліп қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы ауа райына қарау керек. Сондай факторларға қарау керек. Азырақ шекер салып жүрсе болады, жаңағыдай барғанша рахаттанып, не қылып жетіп алады. Қазір төгіп көрейік, кейін қайтып сала салам. Кішкентай қорапша болғанымен, бұл жерде 2000 штук, ерінбей не қылдым, жинап шықтым. Мінекей. Живая масса болып тұр ғой. Құдай қаласа, шуалшандар миллион есе көбейе берсін. Жалпы жақсылап қарасан берекесі бар кәсіп екен. Ендеше осымен видеомызды тоқтатайық. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Каналымызға подписка жасаңыздар. Комментарияға ойларыңызды жазыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.